Түсінде ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның қабірін зиярат етіп жатқанын көруі оның көп мал дүниеге ие болатынына ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарды саллаллаху алейхи уассаламның қайғырып жүргенін көруі сол жердің ардақты пайғамбарымыздың берекетімен дұрысталуына ишарат. Түсінде Алла елшісінің қасиетті сақалының қара екендігінің және ағының жоқ екендігін көруі оның қуаныш, шаттық, молшылық және береке келетініне ишарат. Түсінде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның сақалына ақ араласқанын көруі оның қуатты болуына және дұшпанының басым болуына ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыздың сақалын тартып тұрғанын көруі төс көрушінің өкініш және қайғы қиындығының кетуіне ишарат. Түсінде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның басының қалыпты жағдайда әлдеқайда үлкен екендігін көруі елбасының мұсылмандарды қорғауына ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды биде реңде түсте көруі құмарлықтан бас тартып тәубе етуді таңдайтынына ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның терісінің ақ болғанын көру Аллаға тәубе етіп ізгі амалдар жасайтынына және жолын түзететініне ишарат. Жұт пен қымбатшылық болған жерде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көруі сол жерде молшылық пен береке болатынына ишарат. Жұт пен жоқшылықта жүрген біреудің түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көруі оның молшылық пен береке және ойында да келмейтін жақсылық пен берекеге қол жеткізуіне ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қолының саусақтарының ашық болғанын көру түс көрушінің қажылық жасауына ишарат. Түсінде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның аяқтарының ұзын болғанын көру мемлекет басшысының өмірінің ұзақ болатынына ишарат. Түсінде өзінің ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның артынан жүргенін көруі оның сүннет жолымен жүретініне ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жалғыз тамақ жегенін көруі пайғамбарымыздың ол адамға зекет беруді бұйыратынына ишарат. Түсінде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның кебіссіз және аяқ киімсіз көруі түс көрушінің жамағатпен намаз оқуды тастағаны үшін пайғамбарымыз оған жамағатпен намаз оқуды бұйыратынына ишарат. Түсінде Алла елшісін саллаллаху алейхи уассаламның өзінің мешітінде немесе шаңырағында көруі оның күш-қуаты, абырой және ұлылыққа жетуіне ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзіне құрма және бал сияқты ұнамды бір нәрсе ұсынғанын көру оның Құранда жаттауына және оған ұсынылған нәрсенің шамасында ғылымды меңгеруді ишарат.